Халық Алланың бір аты. Бірде Мұса пайғамбарға бір балаға зар болған ерлі-зайыпты келіп Құдайдан бала сұратады. Тәңірі тағала бала беремін, бірақ сәбиге 1 айлық қана ғұмыр жазам, деді. Олар, жарайды, Мұса Аллаға айт, бізге ғұмыры аз болса да бала қызығын берсін. Қубас атанғаннан осы жақсы, деді. Ұзамай екеуі ұлды болды. Қартайғанда көрген қызығы ғой деп, айналадағы көрші-қолаң, ағайын туыс, дос-жаран бәрі жиналып құтты болсын айтып тілектерін білдірді. Олар ішкі мұңын сездірмей қой сойып тойлады. Келген қонақтар бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, көп жасасын, елдің мақтанышы болсын. Ауру сырқау, бәле-жаладан Алла өзі сақтасын деп тілек айтты. 1 айдан соң Шетінейді деген бөбек жастан асып сүйкімді сәбиге айналды. Ата-анасы бұл хикметті түсінбей таң қалды. Олар бір күні Мұсадан осының сырын сұрағанда, ол да таң қалып: «Уа жасаған ем, сен 2 сөйлемейтін едің ғой, бұл қалай?» деді. Тәңірісі: «Иә, мен оның жанын 1 айдан соң алуға тиіс едім. Бірақ жиналған халық оған шын жүректен ұзақ ғұмыр тіледі. Менің бір атым халық емес пе? Өзімнің бір сипатым болып тұрған халықтың игі тілегін қалайша қабыл алмаймын? Бұл менің ұлықтығыма жараспайды. Көп дұғасы қабыл болды», деді. Содан бастап көптің батасын, тілегін алу дәстүрге енген екен. Алла жіберетін бәленің ең жаманы. Мұса пайғамбардың қауымы надандықпен кінәлі істерді көп жасап, Алланың алдында айыпты болады. Тәңірісі оларға наразы болып: «Ей Мұса, қауымыңа ескерт, 3 түрлі бәле жіберемін. Біреуін таңдасын. Біріншісі зұлмат, ашаршылық, екіншісі індет, үшіншісі елдің ынтымағын жойып, бір-бірімен алауыз қыламын. Біреуін таңдап 3 күннен соң жауабын беріңдер», деді. Мұса еліне келіп Құдайдың қаралы хабарын жеткізеді. Ел-жұрт мынаны естігенде төбелерінен жай түскендей болады. Ақсақалдар жиналып кеңес құрды. Есеңгіреп қалған ақсақалдар алғашында алауыздықты таңдады. Құдай ашаршылық пен емі жоқ аурудан сақтасын деп ашуласты. Сол кезде бір абыз: «Алла ашаршылық жіберсе, бәріміз қырылып қалмаспыз. Талқаны таусылғандар тағдырын Аллаға тапсырсын. Тірі қалғанның тұқымы тірілер, орнында бар оңалар. Індет жіберсе, Тәңірім барлығымызды түгел қырмайтын сыңайлы. Бәрібір қарттардың бәрі өледі, жастардың ажалдысы өледі. Алауыз болсақ бәледен көз ашпаймыз. Отбасы ала болса, кереге басы сайын бір бәле деген. Ел іші ала болса, жау шаппай-ақ, дауыл тұрмай-ақ құримыз. Жиған малың ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Ұлымыз құл болар, қызымыз күң болар. Санымыз аз болса да саз болып, жұмылған жұдырықтай бір ауыздан Алла қалаған 2 апаттың бірін қарсы алып төзейік. Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекең кетсе нең қалар», деп тоқтау салды. Сонда ғана ақсақалдар ес жинап, осы байламға тоқтады. Мұса қауымның таңдауын Тәңірге жеткізді. Қауымның дұрыс таңдау жасаған екен. Елдің бірлігі мен ынтымағын таңдағаны үшін мен оларды кешірдім. Енді ешқандай апат жібермеймін, деді Алла. Осыдан бастап халық арасында елдің ынтымағын ойламаған адам Алланы бір деп танымайды деп тәмсіл сөз тарапты. Мұса пайғамбар бір күні Алладан: «Уа Тәңірім, сенің де мал-мүлкің, дүние қазынаң бар ма?» деп сұрады. Жаббар хақ: «Бар», деп жауап берді. «Көрсем бола ма қазынаңды?» деді Мұса. «Жоқ, көрсетсем көптен көңілің қалады», деді Алла.
Мұса өтініп қоймаған соң Тәңірісі оған: «Ана таудың бір шатқалына шық» деп бұйырды. Мұса шатқалға барса, кілең арық қой, шұнақ ешкі, кәрі сиыр, қотыр тай, тышқақ лақ, соқыр түйе қаптап жайылып жүр екен. Одан бөлек күйе жеген киіз, тесілген текемет, сынған сандық үйіліп жатыр. Мұса сасып қалып: «Уа жасаған ем, мыналар шынымен сенің мал-мүлкің бе?» деді. «Иә, қалайша сенің малың ақсақ-тоқсақ, ауру-сырқау, адамдардың Құдай жолына атаған садақасы, шалған құрбаны осы болса, маған не дейсің, Мұса?» депті. Әділдік сипаты. Мұса бірде Алладан: «Уа Тәңірім, маған өзіңнің әділдік сипатыңды көрсетші» деп сұрады. «Көрсетпеймін. Неге? Себебі менің әділдігім шым-шытырық хикметтен тұрады. Оны түсінуге сенің иманың әлсіздік етеді» деді Алла. Мұса бұл сөзді ауыр алады. Жаббар хақ досының көңілін қимай, ендеше анау бұлақтың қасына барып, таста жасырынып отыр, көресің деді. Мұса солай жасайды. Бір кезде бұлақтан су ішуге бір бай келді. Ол су ішіп ары қарай аттанғанда бұлақ басында әмияны түсіп қалды. Бай кеткен соң бір жас бала келіп, ол да су ішті. Ақшаны сол бала тауып алып жөніне кетті. Үшінші болып бұлақ басына бір шал келді. Ол су ішіп дәм алып отырғанда баяғы бай қайтып келеді. Қараса әмиян жоқ. Ол: «Ақша толы әмиянды көрдің бе?» деді. «Жоқ» деді қария. «Өтірік айтпа» деп бай оны шауып өлтірді. Сол кезде Мұса шыдамай: «Уа жаратқан ием, әділ сипатың осы ма? Жазықсыз шал өлді. Бала бөтеннің ақшасына кенелді. Бұл не сұмдық?» деді. Сонда Алла: «Әй Мұса, иманың жетпейді деп айттым ғой саған. Менің хикметімді пенделер ұқпайды. Анабай жас балаға жұмыс жасатып, еңбек ақысын бермей кеткен. Балаға ақысын әпердім, ал шал байдың әкесін өлтірген еді. Бай шалды өлтіріп, әкесінің кегін алды» деді. Мұса Алладан кешірім сұрап, өз ісіне оралған екен деседі. Әңгіменің соңы.